Баршаңызға сәлем, менің есімім Ұлмекен, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта біздер осындай әдемі кроссовка кеды тоқып үйренетін боламыз. Бұл кедейдің размері бізде 9-12 айлық балаға болады, 1-1,5 жастағы балаға да болады. Бұл пинет киіміздің кедейдің табанның размері менде 12,5-13 сантиметрге жуықтады. Ендеше біздер бұл кедейді 2 мм крючокпен және қайшыға жет болады, жіптерін қиып тастағанда. Осындай иранская пряжамен тоқып шықтым. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Крючогымызды алып, жібімізді алып, осылай түйін түйіп аламыз. Арғарата 20 бос ілмек тереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неге 20 бос ілмек тердік. Енді астындағы үшінші тұрған бос ілмекке столбик с накидін тоқитын боламыз. Жібімізді крючокқа ораймыз. Неге үшінші тұрған ілмекке столбик с накидім. Дәл осылай тоқып аламыз. Неге. Енді ары қарай осы столбик с накидімді қосқанда барлығы 17 столбик с накидім тоқып шығамыз. Яғни соңғы бір петля қалғанша тоқимыз. Неге мен барлығы санағанда 17 столбик с накидім шықты және соңында бір петлямыз қалды. Осы петляға енді біздер 6 столбик с накидін тоқимыз. Дәл осы бір петлядан шығарамыз. Бірінші столбик с накидім, осы петляға екінші столбик с накидім, осы петляға үшінші столбик с накидім, осы петляға төртінші столбик с накидім, бесінші столбик с накидім, жібімізді ұстап тұрамыз. Қазір біріктіріп жібереміз, жасырып. Және осы петляға соңғы 6-шы столбик с накидін тоқимыз. Неге бір петлядан 6 столбик болды бізде. 3, 4, 5, 6. Енді ары қарата 16 столбик с накидін тоқып шығамыз. Яғни 16 столбик с накидімді мына жақта тоқыдық қой. Сол астыңғы тұрған ілмекпен бірде қылып аламыз. Яғни бірінші столбик с накидім, екінші столбик с накидім, астында тұрған ілмекке қарасаңыздар болады. Үшінші столбик с накидім, төртінші столбик с накидім, бесінші столбик с накидім, алтыншы столбик с накидім, жетінші столбик с накидім, сегізінші столбик с накидім, тоғызыншы столбик с накидім, 10-шы столбик, 11, 12, 13, 14, 15, 16-шы столбик с накидім. Неге мына жерге соңғы 16-шы столбик с накидін тоқып шығамыз. Неге дәл осылай шығады бізде, яғни екі астындағы столбиктермен бірде ол шығу керек. Енді мына жерде бізде ең алғаш 17-ші столбик с накидім бар ғой, тоқылған. Сол тоқылған петлядан біздер бір петлядан 5 столбик с накидін тоқимыз. Неге бірінші столбик с накидім, дәл осы петлядан екінші столбик с накидім, дәл осы петляға үшінші столбик с накидім,
дәл осы петляға 4-ші столбик накидім. Және 5-ші столбик накидімді де осы петляға тоқимыз. Қатарымыз аяқталды. Бізде бірінші қатар болды бұл. Енді біріктіру амалын жасаймыз. Алдыңғы 3 қалдырып кеткен бос ілмектің, мына 2-3-ші бос ілмектің, мінекей мына жерден қараймыз. 2 қабырғасынан бірге өткізіп, біріктіретін боламыз. Мінекей дәл осылай. Енді ары қарай, мінекей мен 2-ші қатарды бастаймын. 3 бос ілмек көтереміз. 3, және де дәл осы 3 бос ілмек шыққан жерден 1 столбик накидім тоқимыз. Дәл осы тесіктен 1 столбик накидім тоқимыз. Мінекей біреу тоқылды бізде. Ары қарата 16 столбик накидім тоқып шығамыз. Біреу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, және 16-шы столбик накидімді осында тоқимыз. Мінекей. Енді мына жердегі 6 столбик накидім бар ғой. Соның әр біреуіне 2 столбик накидімнен тоқимыз. Сонда бізде 12 столбик накидім болады. Мінекей, 1-ші столбик накидім, осы петляға 2-ші столбик накидім. Келесі петляға 3-ші столбик накидім. Осы петляға 4-ші столбик накидім. Келесісіне 5-ші столбик накидім. Осы петляға 6-ші столбик накидім. Келесісіне 7-ші столбик накидім. Осы петляға 8-ші столбик накидім. Келесісіне 9-ші столбик накидім. Осы петляға 10-ші столбик накидім. Келесі петляға 11-ші, және осы петляға 12-ші столбик накидім тоқимыз. Яғни бір петляға 2 столбиктен тоқып шықтық. Ары қарай алдыңғы қатардағыдай 16 столбик накидім тоқып шығамыз. Ары қарата 16 столбик накидіммен жалғастырамыз. Келесі петлядан бастап тоқимыз. 1, 2, 3, осылай 16-сын бәрін тоқып шығайық. Мінекей болдым 16 столбик тоқып. Енді мына жерде тоқылған 5 столбикті дәл солай 2 еселеп 10 столбик қыламыз. Мінекей осы петлядан бастаймыз. 1-ші столбик накидім. Осы петляға 2-ші столбик накидім. Келесі петляға 3-ші столбик накидім. Осы петляға 4-ші столбик накидім. Келесі петляға 5-ші столбик накидім. Осы петляға, мінекей осы петляға 6-ші столбик накидім тоқимыз. Келесісіне 7-ші столбик накидім. Осы петляға 8-ші столбик накидім тоқимыз. Келесісіне 9-ші столбик накидім.
және осы петляға 10-шы столбик накидым. Мінекей 5 столбикті 10 столбик қылдық. Енді мына жерде бізде бос жер қалып кетпеу үшін мына 3 бос ілмек шыққан жерден осы петлядан 1 столбик накидін тоқып жіберсек болады. Енді біріктіру амалын жасаймыз. Мына үстінен қарағанда 2 қабырғасымен бірге біріктіреміз. Осылайша екінші қатарды аяқтадық. Үшінші қатарда бізде бір бос ілмек көтереміз. Осы бос ілмек көтерген жерден бір столбик без накида тоқимыз. Енді арғарата осы бір столбикті қосқанда барлығы 9 столбик без накида тоқып шығамыз. Екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші және 9-шы столбик без накида. Енді біздер бір столбикке жартылай столбик тоқитын боламыз. Жібімізді көрсетіп қаламыз. Осы петлядан осылай 3 жіпті өткізіп, 3 жіптен бірден өткіземіз. Сонда бізде полустолбик шығады. Арғарай 7 столбик накидін тоқимыз. Бірінші столбик накидім. Екінші столбик накидім. Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші столбик накидім. Болдым. Енді келесі петлядан бастап біздер столбик накидім. Осы петляға екінші столбик накидін тоқимыз. Ал келесі петляға үшінші, яғни бір столбик накидін тоқимыз. Келесіне төртінші, бесінші 2 столбик накидін тоқимыз. Осыған 5-ші столбик накидімді. Келесіне бір столбик, 6-шы столбик накидін тоқимыз. Келесіне 2 столбик, 7-ші столбик накидім. Осы петляға 8-ші столбик накидім. Келесіне бір столбик, 9-ші столбик накидім. Келесіне 2 столбик, 10-шы столбик накидім. Және осыған 11-ші столбик накидім. Келесіне бір столбик, 12-ші столбик накидім. Келесіне 2 столбик, 13-ші столбик накидім. Осы петляға 14-ші столбик накидім. Келесіне бір столбик, 15-ші столбик накидім. Келесіне 2 столбик, 16-шы столбик накидім. Және осы петляға 17-ші столбик накидім. Біздер 17 столбик накидін тоқып шықтық барлығы. Енді арғараты жалғастырамыз. 7 столбик накидін тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді бір петля жарты столбик тоқимыз. Бір полустолбик. Арғарай 9 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді мына жерінде алдыңғы 17 столбик накидім сияқты, енді 17 столбик без накида тоқимыз. Осы келесі петлядан бастап екеуін тоқимыз. 1 және осы петляға 2-ші столбик без накида. Келесіне 1-ін тоқимыз. 3-ші столбик. Келесіне 2, 4-ші столбик және осыған 5-ші столбик. Келесіне 1-ін тоқимыз. 6-ші столбик. Келесіне 2-ін тоқимыз. 7-ші және осыған 8-шісін тоқимыз. Келесіне 1-ін тоқимыз. 9-ші столбик без накида. Келесіне 2-ін тоқимыз. 10-ші столбик және осыған 11-ші столбик.
келесіне біреу 12-ші столбик, келесіне екеу 13 және осыған 14. Келесіне біреу 15-ші столбик без накида, келесіне екеу 16-ші столбик және 17-ші столбик без накида. Қатардың аяғында үстінде тұрған екі қабырғасымен бірге біріктіреміз. Бізде табанының толық үш қатары аяқталды. Бізде осындай болып шығады. Енді ары қарата кедейдің табанын тоқыдық қой. Енді мынадай екі жанын қапталындағы биіктігін тоқитын боламыз. Биіктетіп. Ол үшін дәл осы жерден 3 бос ілмек көтеріп тоқып аламыз. Үшеу. Және мына табанның петлялардың екі қабырғасы бар. Сонының ішкі қабырғасынан тоқитын боламыз. Қазір алып көрсетейін. Мінекей мына ішкі қабырғасынан тоқып шығамыз барлығын. Яғни келесі петлядан бастап, ішкі қабырғасынан бастап, барлығы столбик с накидымен айналдырып шығуымыз керекпіз. Қазір көрсетейін. Мінекей дәл осылай. Тек ішкі қабырғасынан тоқимыз. Ортасында петля қалып кетпесін. Мінекей екеуін алмаймыз. Ішкі бір қабырғасынан алып, столбик без накида тоқып шығамыз айналдырып. Дәл осылай. Келесінде дәл солай ішкі қабырғасынан аламыз. Дәл осылай ішкі қабырғаларынан алып тоқып шығамыз. Өзіміз айналдырып тоқып шығайық. Мінекей бірінші қатарды аяқтадым жанындағы. Дәл осылай шығады бізде. Және мына жерде тұрған 3 бос ілмектің үстіндегі, яғни мына екі қабырғасымен бірге біріктіретін боламыз. Мына жағынан алып аламыз. Жақсылап крючогымызға шығарып аламыз. Екі қабырғасын бірге. Мінекей. Осылай жүгімізді іліп біріктіру амалын жасайтын боламыз. Шықты менде жүгім. Ары қарай екінші қатарды да дәл осылай сияқты 3 бос ілмек көтереміз да. Енді біздер екі қабырғасын бірге тоқитын боламыз. Столбик с накидін тоқимыз. Екі қабырғасын бірге аламыз. Дәл алдыңғы қатардағыдай айналдырып, ештеңе қоспаймыз, ештеңе қысқартпаймыз. Столбик с накидімді өзіміз айналдырып тоқып шығамыз. Болдым мен екінші қатарын. Бізде осылай шығып келе жатыр. Енді біріктіреміз. Дәл манағыдай етіп, үшінші бос ілмектің екі қабырғасымен бірге біріктіретін боламыз. Жақсылап асықпай, екі қабырғасынан крючогымызды шығарып аламыз осылай. Мінекей шықты менде, және жігімізді тартып шығара қоямыз. Біріктірілді. Енді бір бос ілмек көтереміз. Екі қатар столбик с накидін тоқимыз, ал екі қатарды столбик без накида тоқимыз. Келесі петлядан бастаймыз. Дәл алдыңғы қатардағыдай әрбір петляға бір-бірден столбик без накида тоқып, соңына дейін айналдырып шығуымыз керекпіз осы қатарды да. Екі қабырғасын бірге алып тоқимыз. Мінекей мен столбик без накиданың үшінші қатарын аяқтадым. Енді біріктіреміз. Мына жерде тұрған бірінші петля бізде көрініп тұр. Үстінен қарағанда сол бірінші петляға екі қабырғасымен бірге алып біріктіреміз. Төртінші қатар бір бос ілмек көтереміз. Келесі петлядан бастап столбик без накида тоқимыз. Дәл алдыңғы қатардағыдай еш өзгеріссіз тоқи береміз. Мінекей келесі петляға да столбик без накида. Келесіне де столбик без накида. Келесіне де без накида. Осылай өзіміз айналдырып шығайық. Мінекей мен кедейдің 4 қатарында тоқып болдым. Енді осы жерден біріктіреміз. Үстінен қарағанда бірінші петлямен екі қабырғасымен бірге алып біріктіреміз. Яғни бір іліп аламыз да қиып тастаймыз осылай қайшымызбен. Қазір мына жіптерді жасыратын боламыз. Енді біздер мына жерін тоқып алайық. Мына ашық жасыл түсті бар ғой,
басқа түрлі түсті жіппен осы жерлерін әдемілеп тоқып шығамыз. Мына жерде соңғы бітірген петлядан бастап крючогымызды алып аламыз да келесі жібімізді, екінші жібімізді шығарып аламыз осы жерден. Шықты, және келесі петлядан бастап осылай ішінен сыртына шығарамыз. Енді екінші петляға да дәл солай сыртынан крючогымызды ішіне салып, ішіндегі жіпті сыртына тартып аламыз. Еш қиындығы жоқ. Келесі петляға да көрсетейін. Келесіне де дәл солай. Осылай шығып келе жатыр бізде. Енді барлығын айналдырып тоқып шығамыз. Мен айналдырып тоқып шықтым. Осылай шығады бізде. Енді мына соңғы петлямен біреуін тоқып жібереміз. Қосып, яғни соңғысына қосамыз. Алдыңғы тоққанға қосып, жібімізді шығарып аламыз. Осы жерде жібімізді қиып тастаймыз. Мына жіптерді қазір соңыра жасыратын боламыз. Енді астындағысын тоқимыз. Мына жолақты. Ол үшін мына жерде басталған жері, яғни астынан қарағандағы екінші столбик накидінің қатарына тоқитын боламыз. Мына жерде 3 бос ілмек көтерілген столбик бар. Содан 8-ін санаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына столбиктен крючогымызды кіргізіп алып, осы жерден жібімізді тартып шығарамыз. Енді әрбір столбиктің арасынан шығарып отырамыз. Дәл манағыдай қылып. Сыртынан, ішінен сыртына шығарамыз жіпті. Әрбір столбиктің арасынан шығарып отырамыз. Слай шығарамыз. Келесі столбиктің арасынан іштегі жібімізді шығарып аламыз. Іліп отырамыз. Енді бір қара жіберейік. Әлі жетпеген екен бізде. Мынаумен бірдей болу керек. Ары қарата тоқи береміз. Мендікі сәл асып кеткен сияқты. Бірге қарап алайық, теңестіріп. Кішкене 1-2 петлясын сөгейін. 2 петлясын сөктім. Енді бірдей болды. Ішінен сыртынан қарағанда, көзбен қарағанда бірдей болып тұру керек мына жер. Енді осы жерден жібімізді қиып тастаймыз. Мына жіпті ішіне қарай өткізіп тастаймыз крючоктың көмегімен. Осылай. Және мына жіптердің арасына жасырып жібереміз өзіміз. Алып. Енді мына табанындағы жіпті тоқитын боламыз әрлеп. Ол үшін бізде мана бірінші ішкі қабырғасына тоқыдық қой. Енді сыртқы қабырғасы қалды бізде мынау. Осы жерден сыртқы қабырғасынан алып, жібімізді шығарып аламыз да. Жіпті ұстап тұрамыз. Қазір бірге арасына тоқып жібереміз. Бір столбик без накида көтереміз. Яғни бір петля көтереміз. Ары қарата сыртқы қабырғасымен тоқи береміз. Столбик без накида тоқып шығамыз. Мына жіпті ұстап отырамыз. Осылай. Ары қарата столбик без накида сыртқы қабырғасын алып тоқи береміз. Осындай. Енді өзіміз дәл осылай айналдырып тоқып шығайық. Мен барлығын айналдырып тоқып шықтым. Осылай болып шықты бізде. Енді жаңағы бірінші петлямен бірге біріктіріп жібереміз. Мына жердегі үстіндегі петлямен біріктіріп жібереміз. Қиып тастаймыз қайшымызбен. Және араларына тез-тезден осылай
жасырып тастаймыз. Мінекей дайын болды бізде. Енді біздер ары қарата кедейіміздің алдыңғы жақ тұмсығын тоқитын боламыз, және одан жоғары ұзыннан тілшесін тоқитын боламыз. Мына жердегіні тоқитынбыз. Ол үшін біздер мына жіптерімізді әуелі өзіміз мына жіптердің арасынан білдіртпей жасырып тастайық. Енді тұмсығын тоқиын деп жатырмыз. Біздер бірінші, енді мына жерден біздер қақ ортасын екі бүктеп, тоқымамызды екі бүктеймізде қақ ортасын тауып алуымыз керекпіз. Мына жерде мен жіппен белгілеп қойдым. Ортасындағы петля, қақ ортасында петляны белгілеп аламыз, және осыдан былай 15, және былай 15 петля санап аламыз. Және мына екеуі тең болу керек. 15-15 петля. Мына жердегі петляны бөлек есептейміз. Енді біздер мына жерден бастап тоқитын боламыз. Дәл осы белгіленіп тұрған жерден крючогымызды өткіземіз. Неке осы жерден. Енді біз бұның екі қатарын қабырғасын бірге тоқымаймыз, петляның ішкі қабырғасынан алып тоқитын боламыз. Жіпті өткізіп аламыз да 3 бос ілмек көтереміз. Осы жерден 3 бос ілмек, бірінші ілмек, екінші ілмек және үшінші ілмек. Келесі петляның ішкі қабырғасынан алып, бір столбик накидін тоқимыз. Осы петляға арғы жіпті қосып тоқимыз, жасырылып кетеді сонда. Бір столбик накидін тоқып алдық. Енді келесі петлядан бастаймыз. Ары қарай столбик, полу столбик тоқитын боламыз. Біріншісін тоқып аламыз осылай, алғашқы екі жіпті. Және екінші келесі петляның ішкі қабырғасынан аламыз тағы да. Және алғашқы екі жіпті тоқимыз да, үстіндегі тұрған үш жіптен бірге өткіземіз. Сонда бізде полу столбик тоқылып қысқарылып жатыр. Одан кейінгі екі петляны дәл солай полу столбикпен тоқи береміз. Соңғы екі петля қалғанша тұмсығын осылай екі петляны қысқарта отырып полу столбиктер тоқып шығамыз. Енді үш жіпті бірге аламыз. Келесі петляның ішкі қабырғасынан аламыз. Бірінші полу столбик, келесі петляға тағы екінші полу столбик, және үшеуін бірге тоқимыз. Мына жерге дейін дәл осылай тоқып шығамыз өзіміз. Мінекей біздер мына жіпке дейін тоқыдық. Мына жіпте екі бос ілмек қалды. Мына басында біздер екі столбик накидін тоққан болатынбыз жеке-жеке. Енді мына соңына да екі столбик накидін тоқимыз. Яғни бірінші столбик накидім, және осы жерге екінші столбик накидім. Болды. Біздер мынаны алып тастай береміз енді. Керек емес, бұнаған тоқымаймыз. Бізде тұмсығының алғашқы қатары шықты. Мына екеуі тең, бірдей болу керек. Енді осы жерден 3 бос ілмек көтереміз. Біреу, екеу, үшеу. Тоқымамызды бұрамыз. Келесі петля, мінекей, мына петлядан бастап, келесі петля, мына петлядан бастап, манағындай полу столбик тоқимыз. Және екіншісі. Үшеуін бірге аламыз. Соңына дейін полу столбик тоқып шығамыз. Біреу, екеу, міне. Біреу, екеу. Келесі петляға біреу, екеу. Келесі петляға біреу, келесі петляға екеу. Үшеуін қатар аламыз. Біреу, екеу. Қатар аламыз. Біреу, екеу. Қатар аламыз. Және соңғы петляға, соңғы петляға столбик накидпен тоқимыз. Енді ары қарата 3 бос ілмек көтереміз.
тоқымамызды бұрамыз. Мінекей бізде мынадай алып жинақталып келе жатыр. Соңғы қатар енді мынада тоқымаймыз. Не? Біреу, екеу, осылай тұра береді жіпте. Не? Төртеу. Көрдіңіздер ме? Бесеу. Алтау. Не мынау соңғысы? Жетеу. Не? Және мынаған тағы біреуін аламыз. 8. Мінекей. Осыны енді мынадан былай өткіземіз. Мінекей, өткізіп алдық. Және осы жерден тағы біреуін тоқып жібереміз де. Осыны қайтадан. Мінекей бізде мына басы осылай шықты. Бізде осындай басы шықты міне. Енді ары қарата біздің тоқымамыздың осы кедейіміздің тілшесін тоқитын боламыз ұзыннан. Мінекей мына жеріндегі тілшесін тоқимыз. Ол үшін біздер мына жібімізді алып аламыз, тоқитын жібімізді. Және мына жерлерден мынадан былай жетеу, мынадан былай жетеу столбик без накида тоқып шығамыз. Мына жерден жайлап білдіртпей аламыз. Столбик без накида тоқимыз ары қарата. Мінекей мына жерден жайлап білдіртпей бір столбик шығарып аламыз. Ары қарата осы қапталдан 7 столбик без накида тоқып шығамыз. Мінекей бізде екеу шықты. Үшінші столбик без накида. Так, төртіншісін мына жерден шығарып аламыз. Жіпті ұстап тұрамыз. Бесінші столбик без накида. Мына жерден алтыншысын шығарып аламыз. Және жетіншісін мына ортасындағы тұрған мына жерден жетінші столбик без накидан шығарып тоқып аламыз. Енді мына жіпті ұстап тұрып ары қарай тоқи береміз. 8-ші столбик без накида. 9-шы столбик без накида. 10. 11-ші столбик без накида. 12-ші мына жерден шығарып алайық. Және 13-ші, 14-шіні 13-ші столбик без накида. 14-ші столбикті де осы жерден білдірмей шығарып аламыз. Біздер 14 столбик без накид тоқыдық. Бір бос ілмек тоқимызды, тоқымамызды бұрамыз. Енді осыған ары қарай 14 столбик без накида тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14-шіні мына соңғысынан аламыз. Мінекей екі қатар столбик без накида тоқыдық. Мына жіпті ішіне қарай кіргізіп жібереміз. Енді ары қарата осы жерден 3 бос ілмек көтереміз. Біреу, екеу, үшеу тоқымамызды бұрамыз да соңына дейін 14 столбик с накидін тоқып шығамыз. Мына петлядан бастаймыз. 14 столбик с накидін тоқимыз. Екі, 13 және 14-ші столбик с накидім. Мінекей бізде осы аяқ қатар аяқталды. Бір бос ілмек көтеріп тоқымамызды бұрамыз да соңына дейін енді мына петлядан бастап 14 столбик без накида тоқып шығамыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу,
алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-шіні мына жерден 3 бос ілмектен аламыз. 14. Без накиданың қатары аяқталды. 3 бос ілмек көтеріп, қайтадан керісінше айналдырамыз. Енді қараймыз. Бізде мына ең алғашында 2 столбик без накидадан 2 қатар тоқыдық. Одан кейін столбик с накидын тоқыдық. Одан керісінше айналдырып, столбик без накида 1 дорожка болды. Енді екінші дорожканы столбик с накидын тоқып шығамыз. 14. Одан кейін керісінше 1 бос ілмек көтеріп, тоқымамызды бұрып, столбик без накида тоқып шығамыз. Бұл екінші дорожка болды. Және үшінші дорожканы дәл осылай 3 дорожка тоқып шығамыз, яғни дәл осы міне столбик с накидымен без накидадан 3 дорожка болу керек. Яғни теріс бетінде тұрып, теріс бетінден тоқтаймыз біздер. Мына жерде 2 столбик без накида тоқыдық, одан кейін столбик көтерейінші. Столбик с накидым, одан кейін керісінше айналдырдым, столбик без накида, одан кейін столбик с накидым, одан кейін столбик без накида, столбик с накидым, енді одан кейін столбик без накида. Міне столбик без накидамен үшеуін кері жағынан аяқталасыздар, ішкі бетінен аяқталады осылай. Енді осы жерден біздер міне соңғы қатары тұр ғой, мынадан былай дөңес болып келеді. Міне осы мына соңғы қатарын тоқитын боламыз, мына қатарда. Ол үшін бізге 1 бос ілмек көтереміз, тоқымамызды бұрамыз. Мінекей мына петляға тоқымаймыз, келесі петлядан бастап столбик без накида тоқимыз. Осы жерге 1 столбик без накида тоқимыз. Келесі петляға полу столбик тоқимыз. Жігімізді крючокқа ораймыз. Жігімізді тартып аламыз да осы 3 жіпті бірге қатар өткіземіз. Енді соңғы 3 бос ілмек қалғанша столбик с накидын тоқи береміз ары қарай. Столбик с накидым. Екінші столбик с накидым. Үшінші столбик с накидым. Төртінші столбик с накидым. Бесінші столбик с накидым. Алтыншы столбик с накидым. Жетінші столбик с накидым. Сегізінші столбик с накидым. Енді бізде мына 3 бос ілмек қалды. Бұған бірінші осы бос ілмекке полу столбик с накидын тоқып аламыз. 3 бос ілмек қалғанша 8 столбик тоқып шықтық. Полу столбик 3 жіпті бірге өткіземіз. Енді 1 петля тастаймыз да, соңғы петляға столбик без накида тоқимыз. Мінекей, бізде осылай аяқталды. Осылайша жібімізді қиып тастаймыз. Мінекей, жіпті тартып жібереміз. Енді біздер мына айналасына осылай әрлеп столбик без накидамен тоқып шығамыз, айналдырып. Енді біздер мына айналасын әрлеп тоқып шығуды бастаймыз. Ол үшін мына жердегі столбик без накида тоққан қатардан, столбик без накида тоққан қатардан 1 ілмек жібімізді іліп алып шығамыз. Осы жерден дәл осылай жіпті шығарып аламыз. 1 бос ілмек тоқимыз. Енді келесі петлядан да 1 бос ілмек тоқимыз. Енді ары қарата столбик с накидын тоққан жерден де білдірмей 2 бос ілмек аламыз. Мына жерден, мына тесіктің ішінен алмай ақ қойыңыздар. Болмаса қазір үлкен болып көрініп тұрады. Сондай шетінен білдірмей аламыз. Столбик без накида тоққан жерден де 1 петля алып шығамыз. Бұл жерде саны маңызды емес. Ең бастысы қатты тартылып қалмаса болды. Шеттерінен білдірмей жайлап осылай петлялар алып шыға береміз. Столбик без накида тоқып. Мінекей, бір қабырғасын біздер болдық.
Енді мына үстіндегі әрбір петляға бір столбик без накидадан тоқып шығамыз. Бұл жер енді белгілі көрініп тұр. Мінекей мына жіпті қазір жасырып кетеміз. Енді екінші қапталыны дәл манағыдай қылып білдірмей алып аламыз. Болдық. Мен жібімді арнайы қиып тастадым. Енді біздер мына қатарын тоқитын боламыз. Ол үшін біздер мына тұмсығын тоқығанда, мына жерде екі қабырға көрініп тұр мінекей. Енді жаңа тұмсығын тоқтық қой, ішкі қабырғасынан алдық. Соның сыртқы қабырғасы бар мына жерде. Соның сыртқы қабырғасынан алып бастап тоқимыз. Мінекей, қазір көрсетем. Мінекей мына қабырғасынан бастап тоқып жібереміз. Осы жерден жіпті шығарып аламыз. Осы жерден біздер 3 бос ілмек көтеретін боламыз. 3. Енді келесі петлядан бастап ішкі қабырғасынан столбик, ішкі қабырғасынан бастап столбик с накидін тоқимыз. Ары қарата дәл солай ішкі қабырғасынан столбик с накидін тоқи береміз. Келесі петляға да ішкі қабырғасынан алып тоқимыз. Осылай жалғастырып тоқи береміз. Столбик с накидін тоқимыз. Мына ортасына келгенше столбик с накидін тоқып шығайық. Сосын қазір қысқартуды көрсететін боламын. Мінекей мен ортасына келдім, яғни арт жақ бөлігіне. Бұның біз қақ ортасындағы петляны тауып алуымыз керекпіз. Ол үшін осылай пинеткемізді бүктеп аламыз. Бірдей қылып. Мына жағын барлық шетін бірдей қылып бүктеп аламыз да. Енді жайлап қараймыз. Қақ ортасындағы петляны тауып аламыз. Мінекей. Соған жетпей екі петля тоқымауымыз керекпіз. Мына екі петляны қазір біз бір петля қылып полустолбикпен қысқартатын боламыз. Екі жағындағы екі петляны. Енді келесі петляға бір полустолбик тоқимыз. Одан кейін келесі петляға тағы да бір полустолбик. Енді 3 жіпті бірге өткіземіз. Сонда бізде қысқарады. Ал ортасындағы петляға бір столбик с накидін толық тоқимыз. Енді келесі екеуін қысқартамыз. Бір полустолбик, келесі петляға бір полустолбик, үшеуін бірге аламыз. Мінекей. Сонда бізде мына жері жинақталып қысқаратын болады. Қатты андай созылып кетпейтін болады. Енді соңына дейін столбик с накидін тоқып шығамыз. Қатардың аяғына келдім мен. Мына жерде ішкі қабырғасынан бір столбик с накидін тоқып алайық. Енді мына жерде бізде соңғы сыртқы қабырғасынан қалды. Сыртқы қабырғасынан алып столбик с накидін тоқимыз. Сонда бізде тілшесі осылай ішіне қарап тұрады. Ал мына жағы мінекей сыртына қарап әдемі болып тұратын болады. Бір бос ілмек көтереміз де кері айналдырып столбик без накида ешқандай қысқартусыз екі қабырғасынан алып тоқитын боламыз. Бір петля тастап екіншісінен бастап тоқимыз столбик без накиданы. Қатардың аяғына келдім мен. Соңғы петляны тоқимын. Және мына жерде 3 бос ілмек көтергеннің үстінен алмаймыз. Енді ары қарай 3 бос ілмек көтереміз да тоқымамызды бұрып. Мына петляны тастап кетеміз де келесі петляға столбик с накидін тоқитын боламыз. Сонда бізде осындай тесік пайда болады. Одан қазір жіп өткіземіз біздер.
Екі қабырғасымен бірге еш өзгеріссіз стол ікісін накидың соңына дейін тоқып шығамыз. Қатардың аяғына келдім. Енді жіп өткізетін тесікті жасаймыз. Осы жерден бір стол ікісін накидымды тастаймыз да, соңғы бір стол ікісін накидімге петляға бір стол ікісін накидым тоқимыз. Мінекей бізде тесік пайда болады. Бір бос ілмек көтереміз. Мына бір петляны тастаймыз да, келесі петлядан бастап соңына дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Соңына келдім қатардың. Ең соңғы петляны тоқымаймыз. Мына 3 столбиктің үстін тоқымаймыз. Қайтадан 3 бос ілмек көтереміз, тоқымамызды бұрамыз. Бір петля тастаймыз астынан, келесі петляға стол ікісін накидым тоқып кетеміз жалғастырып. Еш өзгеріссіз соңына дейін стол ікісін накидым тоқи береміз. Қатардың аяғына келдім. Енді мына жақтан да бір петля тастаймыз да, соңғы петляға стол ікісін накидым тоқимыз. Мінекей бізде осылай қысқарып шығып келе жатыр. Мінекей жоғары қарай. Бір бос ілмек кері айналдырамыз да, бір петля тастаймыз да, келесі петлядан бастап еш өзгеріссіз столбик без накида тоқып шығамыз. Қатардың аяғы ең соңғы 3 бос ілмекке тоқымаймыз. Мынаған тоқымаймыз. 3 бос ілмек көтереміз. Бір петля тастаймыз, келесі петляға тоқимыз. Столбик с накидын тоқимыз. Бұл бізде соңғы қатар. Мінекей осылай шығып жатыр. Мінекей бізде. Мына қазір 4 тесіктен жіп өткізетін боламыз. Ары қарай жалғастырып столбик с накидын тоқи береміз. Қатардың соңы бір столбик петля тастаймыз, соңғы петляға столбик с накидын тоқимыз. Мінекей бізде қатар аяқталды. Осы жерден бір бекітіп алып, мінекей соңғы қатардан біздер аяқтаймыз. Бекітіп аламыз да, жөмізді қиып тастайтын боламыз. Енді ары қарата мына қабырғалар сияқты, айналасы сияқты мынаның да айналасын әрлеп шығатын боламыз. Столбик без накид. Енді мына столбик с накидын тоққан жерде тесіктен жібімізді шығарып аламыз. Бір бос ілмек көтереміз. Осы жерден және осы тесіктен 2 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екеу. Осылай тартып жібереміз. Келесі столбик без накида тоққан қатардан бір столбик без накида тоқимыз. Ал мына енді одан кейінгі тесіктен 3 столбик без накида тоқимыз. Біреу, дәл осы тесіктен екінші столбик без накида, үшінші столбик без накида. Келесі бір столбик без накида тоққан қатардан бір столбик без накида. Келесі тесіктен үшеуін тоқимыз. Үшіншісі. Келесі қатардан біреуін тоқимыз. Соңғы тесіктен үшеуін тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Мінекей сонда бізде осындай әрленіп тесіктер көрініп тұрады. Енді ары қарата мына үстіңгі петлялардың әрқайсынан қапталын да дәл солай тесіктерден үшеуін шығарып әрлеп шығатын боламыз. Мына столбик без накида тоққан жерден біреуін аламыз, ал мына тесіктерден үшеуін алатын боламыз. Мінекей мен соңғы нені әрлеп тоқып шықтым. Жібімізді қиып тастаймыз. Мына жіпті ішке қарай кіргізіп жасырып тастайтын боламыз қазір. Мінекей біздер екі шетін әрлеп тоқып шықтық. Енді мына екінші түрлі жібімізден біздер бау тоқимыз. Ол үшін бекітіп аламыз, орап осы жерден 150 бос ілмек көтеретін боламыз. Ұзынан 150 бос ілмек көтеріп шығамыз. 150 бос ілмекті көтеріп алдым. Енді бір бос ілмек көтеріп жібереміз да,
астыңғы бірінші петлядан бастап столбик без накида тоқимыз. Келесі петляға да столбик без накида, келесі петляға да столбик без накида. Осылайша столбик без накиданы соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей мен соңына дейін столбик без накидамен тоқып шықтым. Мына екі жіпті жақсылап бір-біріне түйіп, жақсылап байлап алатын боламыз. Тағы да бір түйіп жіберем мен. Енді мына жерге жасырып тастасақ та болады, қиып тастасақ та болады. Мен қиып тастаймын. Енді тағамыз. Мінекей мен бауымды тағып, екі кедейімді дайындап алдым. Менімен бірге соңына дейін көріп, тоқып шыққандарыңызға рахмет. Видео түсінікті және пайдалы болды деген үміттемін. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып қалдырып кетіңіздер. Менің арнам ұнаса міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Сіздер де дәл осындай кроссовка кедей тоқып алыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.